Уху, Дауыл. Дауыл анимациялық студиясы ұсынады. Патшаның жалқау қызы бір патшаның әдемі қызы болыпты. Бірақ оның мінезі жаман, өте жалқау екен. Күнде тек айнаға қарап боянуды ғана біледі екен. Күндер өтіп, қыз есейеді. Патша қызына күйеу іздейді. Ол былай дейді: қызымды жұмысқа үйреткен жігітке тұрмысқа беремін. Бірақ ешкім келмейді. Бір күні патшаның адамдары бір жігітті табады. Жігіт өгізбен жер жыртып жатыр еді. Олар жігітті патшаға алып барады. Патша бәрін түсіндіреді. Қызды 3 жылда жұмысқа үйретемін, дейді жігіт. Өйткені патшаға жоқ, келіспеймін деп айта алмайды. Жігіт қызды үйіне апарады. Үйде жігіттің анасы бар екен. Анасы патшаның сұлу әрі қымбат киінген қызын көріп таң қалады. Келесі күні жігіт жұмысқа кетеді. Ол анасына былай дейді: апа, патшаның қызына жұмыс бермеңіз. Жігіт кешке жұмыстан үйге келгенде: апа, бүгін кім жұмыс істеді? Деп сұрайды. Мен және сен, дейді анасы. Онда тек еңбек еткен адам тамақ ішсін, дейді жігіт. Қыз ашуланып орнынан тұрып кетіп қалады. Осылай ханшайым келесі күні де аш қалады. Тек 3-ші күні ол: апа, маған жұмыс беріңізші, дейді. Онда отын жар, дейді жігіттің анасы. Кешке бәрі бірге тамақ ішеді. Осылай қыз аз-аздан жұмыс істеуді үйренеді. 3 жылдан кейін патша қызын көруге келеді. Қызы жұмыс істеп жүр екен. Қызым, сен жұмыс істеуді үйрендің бе? дейді. Әке, бізде бір тәртіп бар. Еңбек етпеген тамақ ішпейді, дейді қызы. Патша қуанады. Сосын үшеуін өзімен бірге сарайға алып кетеді. Жігітке патшалығын береді.